Жұмыстан шаршап келгенде, түк істегілеріңіз келмегенде осы оп-оңай тағам жасап көріңіздерші. Тек бірінің үстіне бірін қойып духовкаға салып пісіріп аласыздар ғой. Дәмі деген енді сочный, мощный, керемет болып шығады. Алдымен фаршқа тұз бұрышымыз қосып араластырып, противенге осылай жайып шығамыз қолымызбен басып. Арасына жаққанға қаймақ, майонез және күштен өткізілген сарымсақты қосып араластырдым. Сіздер үйде не бар, тек қана майонез немесе қаймақтың өзімен жасай берсеңіздер болады. Міндетті түрде арасына сарымсақ қосыңыз, керемет дәм береді. Бір слой жағып шығып, үстінен биттің қабығынан жұқа етіп туралған картоптарымызды осылай қойып шығамыз. Картопты бұлай турауда енді міндетті емес, үкіштен өткізіп қоссаңыз да болады. Тағы бір слой қаймақтан жағып, одан кейін жұқалап туралған қызанақтарымызды қойып шығамыз. Қыздар, бұл жерде қызанақты да дәл осылай қою міндетті емес. Үйде қандай көкөніс бар, кез келген көкөністі қосып, капуста, сәбіз барлығын қосып жасай берсеңіздер де болады. Ең үстінен осылай үкіштен өткізілген ірімшіктерімізді осылай себелеп отырып жайып шығатын боламыз. Ең үстінен ірімшік болмаса, жұмыртқаны араластырып қоссаңыздар да болады. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Қараңыздар, осындай керемет, сочный сорпасы керемет болып шығады. Енді бізге қатты ұнады, міндетті түрде жасап көріңіз.